Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай балықтың формасында патшуба салатын дайындайтын боламыз. Ең бастысы желатинсіз дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Сізге осындай балықтың формасы қажет болады. Менде ең үлкен формасы. Осылайынан маймен майлап алатын боламыз. Оның үстіне осындай салафан немесе пищевой пленканы қойып, оның үстіне тағы да май сеуіп кішкене ғана жағып шығатын боламыз. Майымызды жағып болғаннан кейін оның үстінен майонез жағатын боламыз. Майонезімізді бас жақтарына, қанаттарына, құйрық жақтарының барлығына әдемілеп жағып шығатын боламыз. Оның үстінен қызылша салатын боламыз. Қызылшамызды ең басында осылай формамызды келтіретін боламыз. Қанаттарына, барлықтарына әдемілеп осылайынан үстіне нығыздап әдемі форма келтіретін боламыз. Асты жағынан қарап көріңіздер. Егерде формада балықтың қызылшалары или майонез жеткіліксіз болса, үстінен тағы да салып әдемілеп жіберсеңіздер болады. Қызылшамызды осылай формаға келтіріп алғаннан кейін, оның үстінен майонез жағатын боламыз. Майонезімізді кішкене көбірек жағыңыздар. Сол кезде дәмдірек болады. Келесіде бізде осындай картошкаларымызды да жақсылап тұрып, үстіне кішкене басып формамыз тығыздау қылып, қанаттарына, аяқтарына осылайынан картошкамызды салып шығатын боламыз. Оның үстінен майонезімізді салатын боламыз. Майонезді бағана айтқандай көбірек салыңыздар, сол кезде дәмдірек болады. Оның үстіне сақтап тұра алған пиязымызды салатын боламыз. Пиязымызды салып болғаннан кейін оның үстіне селедкамызды салатын боламыз. Селедкамыз көбірек болса, салатымыз дәмдірек болады. Селедканың үстінен майонезімізді жағып, ең соңында біз уже сәбізімізді қоятын боламыз. Сәбіздерімізді жақсылап салып, осылайынан үстінен басып, әдемі балықтың формасын келтіретін боламыз. Балықтың формасына келетіндей ыдысымызды алып, осылайынан ақырын төңкеретін боламыз. Балықтың формасының үстінен басып қалсаңыздар, балық өз ақырын түсетін болады. Абайлап ыдысымыздан алып, балығымыздың үсті егерде кішкене майонез жағып, қасықпен жағып шықсаңыздар да болады. Ақырындап балығымызға екі көз жасап, әдемілеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Балжан. Астарыңыз дәмді болсын.